Сәлем достар. Адамдар бүкіл әлем түгілі өз организмін толық зерттеп болған жоқ. Себебі біздің денеміз ақылды әрі құпия етіліп жасалынған. Сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге адам организмі жайлы сіз білмеген ақпараттарды айтатын боламын. Адамның бойы таңертең кешкіге қарағанда 1 сантиметр ұзын болады. Оның сыры тізе буындағы шеміршекте. Адам күні бойы жүрген кезде тізе буындағы шеміршекке күш түсіп, ол бірте-бірте жиырыла бастайды. Осылайша ол адамның бой ұзындығына әсер етеді. Яғни сіз кешке 1 сантиметр кіші боймен ұйықтайсыз. Ал адам ұйықтаған кезде адамның аяғы демалып, тізе буындағы шеміршектер бастапқы күйіне қайтып келеді. Осылайша сіз таңертең тұрғанда 1 сантиметр ұзын болып ұйқыдан тұрасыз. Адамның көзі 64 километр шақырымдағы жерді көре алады. Адамның көзі өте сезімтал. Егер жер тегіс болғанда, сіз біршама шақырымдағы жерді оп-оңай көре алар едіңіз. Әрі ауада жыпылықтаған затты тез сезетін едіңіз. Егер сіз байқасаңыз, адамның қолы үнемі түлейді. Онда тұрған ештеңе жоқ. Барлық адамның терісі үнемі жаңарып отырады. Осылайша сіз өміріңіздің соңына дейін 18 килограмм терден айырыласыз. Әрине, тері үнемі емес, жыл сайын жаңарып отырады. Әйтпесе сіз 18 килограмм емес, одан да көп терден айырылушы едіңіз. Қан бір күнде адам денесінде 20 000 километр жүріп тастайды екен. Ал бұл ең ұзын экватордың жартысына тең болып келеді. Барлық адамдар өздерінің шама шарқын біледі. Яғни өздерінің қаншалықты ауыр салмақты көтере алатындығын. Бірақ біз өзіміз ойлағаннан да күштірекпіз. Тек жарақат алып қалмас үшін және күшімізді артық пайдаланбас үшін табиғатымыздан осындай шектеулермен туылғанбыз. Егер қанға адреналин түссе, бұл шектеулер жойылады. Тіпті машинаны көтере алатындай күшке ие боламыз. Осының арқасында адам өмірін сақтаған жандар да кездесіп жатады. Бірақ адам өмір бақи адреналинмен өмір сүруіне болмайды. Себебі оның да адам ағзасына зияны көп. Достар, видеоның соңында сіздерге біліп жүр атты арнаны ұсынамын. Бұл арнадан сіздер қызықты әрі пайдалы мәліметтерді таба аласыздар. Арнасына тіркеліп біршама жетістіктерге жетуіне көмектесіп жіберейік. Сілтемесі төменде. Достар, бүгінгі видеомызды қорытындылай келе, адам әлемдегі ең керемет, ең ақылды жаратылыс екенін мойындауымыз керек. Ал видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Және осы видеоны ең жақсы көретін адамдарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен бірге болған дұрыс қадам арнасы. Келесі видеода кездескенше.